Әңгімені бастамас бұрын арнаға тіркеле отырыңыздар. Зәуре ұзын бойлы, ақ құба келген, шашы иығына төгілген, жайдарлы ақ көңіл қыз еді. Қашан көрсең көңілді, күлімдеп жүретін, қасындағы адамдарға мейірімін төгіп, қолынан келгенше көмегін аямайтын. Өзі ән айтқанды жақсы көретін, ән айтса жүзінен ерекше шуақ шашатын. Көзі бал-бұл жайнап, ерекше сұлуланып кететін. Сол уақытта «Сағындым Алматымды» әнінің жарыққа шығып жатқан кезі. Осы әнді Зәуре ерекше ұнататын, ыңылдап айтып жүретін. Зәуре болашақтан үлкен үміт күтті, үлкен сахнаны армандады. Сонда тұрып, ән айтып жатқаны, халықтың қол шапалақтап, қошемет көрсетіп жатқаны көз алдына келе беретін. Сол кезде мен де Алматыға барып, үлкен сахнада ән шырқаймын дейтін еді. Бірақ бәрі адамның ойлағанындай бола бермесі анық. Бір мезетте бәрі өзгеріп шығуы мүмкін. Сол секілді болашақтан үлкен үміт күткен, әнші боламын, Алматыға барып, сахнаға шығамын деген Зәуренің арманы табан асты өзгеріп кетеді деп кім ойлаған? Мектеп бітірген жылы Зәурені аяқ астынан бір жігіт алып қашып кетті. Ол уақытта қайтып келу деген болмайтын. Барған жеріңе тастай батып, судай сіңіп кету керек. Зәуренің де маңдайына жазғаны осы болар. Бір үйге келін болып түсіп, қайта барған ұят болар деп, өзінің арманын құрбан етіп сол үйде қалды. Әнші боламын деген арманын еш орындалмастай етіп, жүрегінің түбіне сақтап қойды. Зәуре барған жерін бақытты қыламын деп, сол үйдің отымен кіріп, күлімен шығып жүрді. Алайда Зәуренің жолдасы жақсы жігіт болып шықпады. Білгені ішу, отбасына қорлық көрсету, жағдайын жасап отырған Зәурені таяқтың астына алу. Жастайынан осындай тағдырға тап боламын деп ойламаған Зәуре үшін бұл қорлық өте ауыр тиді. Ақыр соңы шыдай алмай ажырасып тынды. Жас болса да, ажырасты деген атқа ие болып, ел бетіне қарай алмай, үйге келген Зәуренің бірденен мінезі өзгеріп кетті. Тұйықталып, ешкімге сөйлемей, жалғыз өзі отыра беретін. Өзін ешкімге керексіз адамдай сезінетін. Тек жылаумен күнін өткізіп жүрді. Ол кезде ажырасыпты деген сөз өте жаман естілетін. Мүмкін содан болар. Ажырасқан жалғыз мен дегендей, өзін жегідей жеп жүретін. Өзін өте төмен санап жүрді. Ешкімнің көзіне көрінбей, тек үйде тығылып отыратын. Міне солай өмір сүріп жүргеніне де 2 жылдай уақыт өтті. Әлі сол жүректегі жарамен өмір сүріп жатқан Зәуреде еш өзгеріс жоқ. Өзімен өзі қуыстанып, тығылып өмір сүруін жалғастырып келеді. Бұрынғы айқайлап көзі жайнап ән айтатын Зәуре жоқ. Жайнаған, көзі мұңға толғандай. Еш еңсесі көтерілмей, мұңайған күйде жүретін болды. Мұнысын көріп жүрген жеңгелері, саған тұрмыс құру керек. Өзіңді іштей түніп, мүжіп жеп барасың. Бұрынғыны ұмыт, алға жылжы деп басу айтатын. Сен әлі-ақ бақытты боласың. Ойлана берме. Барлық жігіт сол секілді деп ойлаймысың. Күйеу баланы өзіміз тауып береміз деуші еді. Сол сөзінде тұрып жеңгелері бір жігітті тапты. Тапқан жігіті жасы Зәуреден 10 жасқа үлкен, көрші ауылдың жігіті. Сол кезде жеңгетайлар ортада жүретін уақыт еді. Жүрген жерлерінде менде қайын інім бар, менің қайын сіңілім бар деп айтып жүретін уақыт. Бектай бұрын соңды үйленбеген, үлкен жасқа келсе де, аға жеңгесінің қолында тұрады. Өзінің әке-шешесі ертеректе қайтқан. Ол кезде Бектай жас боз бала болатын.
Әке-шешесінен ерте айырылған Бектайды ағасы өз қолына алған болатын. Қолынан келмейтіні жоқ. Барлық сырттың жұмысын Бектай орындайтын. Аға жеңгесінің сөзін екі етпей, істеген жақсылықтарын солай өтейтін. Зәуре Бектайды көрмесе де, бастысы жақсы болса, тұрмысқа шықсам, ажырап келді деген аттан құтыламын деп ойлайтын. Оның үстіне жеңгелері Бектайды еңбекқор деп мақтап отырды. Бір жағынан сол, бір жағынан жастайынан жетімдікті көріп өскен жігіт жаман болмайды деп ойлады. Бір апта ішінде екі жақтың жеңгелері екі жасты алып таныстырды. Бектайдың бойы аласа, өзі қара торы жігіт екен. Бір көргенде бойы ұнай қоймаса да, мүмкін кішкентайдан ауыр жұмыс істегеннің әсері болар. Не болса да, еңбекқор жігіт, мені асырайтын шығар деп, тұрмысқа шығуға келісімін берді. Көп ұзамай Зәуре Бектайдың бойындағы ешбір кемшілігіне қарамай тұрмысқа шықты да кетті. Алғашында аға жеңгесімен, кейін еншісін беріп, жастарды бөлек шығарды. Расында да Бектай өте еңбекқор жігіт екен. Өздері алдына бөлек шыққан соң, сол ауылдан өз еңбегімен үйдің іргетасын қалады. Кейде сол ауыр жұмыстан шаршады ма, Бектай кішкене ішіп қойып жүрді. Зәуре оған қатты мән берген жоқ. Кейін келе Бектай көбірек ішкісі келіп тұратын болды. Таңертең үйден сау кетіп, кешкісін сылқия араққа тойып келетін болды. Сау кезінде өте керемет жан, ішкен кезде адам танымастай өзгеретін. Ішіп алса болғаны, еш есін білмей, Зәуре көзіне құбыжық болып елестей ме? Соңғы уақытта Зәуреге көп тиісетінді шығарды. Ештеңеге қарамастан, соңы келіншегін ұрып-соғумен бітетін. Қаншама жерден ұрып-соқса да, Зәуре бәріне көнді. Бірінші тұрмыстан да сол үшін ажырасқан. Не болса да екінші некемді сақтап қаламын деп жүрді. Қайтып барса, тіптен ел жұртқа қарай алмайтындай, мүлдем ажырасу туралы ойламайтын. Мүмкін маңдайыма жазылған осы болар. Не болса да көнермін. Мүмкін Бектай арағын қойып, жақсы отбасы болармыз деп ойлады. Болашақтан үміт үзбеді. Алайда арақты қойған Бектай жоқ. Күннен күнге көп ішкілікке салынды. Ол уақытта Зәуре жүктеді. Бектай сау болса барлығын түсініп кешірім сұрайтын. Енді ішпеймін деп сөз беретін. Бірақ берген сөзін орындай алмады. Зәуре босанғанша Бектайдың таяғын жеп жүрді. Бірақ өмірге аман есен қызды алып келді. Қызының қызығына тоймай, алданышы болып, Бектайдың ұрғанына көз жұмып келе берді. Бір күні көзі, бір күні денесі көгеріп жүретін. Оның барлығы үйреншікті жағдай сияқты еді. Күнде қоямын деп сөз берген Бектай, бүгін де тағы ішіп келді. Ол уақытта қызы 10 айлық болған еді. Есінен тіпті айырылған Бектай, күндегі әдетіне бастап, бүгін де Зәуреге тиісе бастады. Айқай-шудан жылап жатқан қызына да қарамады. Зәурені көгала қойдай етіп сабап тастады. Жерде бүк түсіп жатқан Зәуре қимылдай алмай қызына жете алмады. Қызы жылауын әлі қояр емес. Бір кезде жылаған дауыс құлағына түрпідей тиді ме кім білсін. Бектай жылай берме, өшір үніңді деп қызын алды да, доп шалақтырып жіберді. Дауысы бірденен шықпай қалған кішкентай қыз сол жерде періште кейпіне айналып кетті. Міне, солай Бектай өзінің туған қызын өлтіріп тынды. Зәуре қызынан айырылып, мүлде ішінен тынды. Уақыт өтіп жатты. Еш өзіне келер емес. Іштей тынатын. Біреуге ақтарылып ішкі сырын айтпайтын. Соңғы кезде отырысқа барса, мен ән айтайыншы деп сұранатын болды. Қай отырысқа барса да, сағындым алматымды әнін айтатын.
көзінен еріксіз моншақтап жасаға беретін. Ішіндегі бүкіл қайғы мұңы сол әнмен шығып жатқандай. Тағы уақыт өте берді. Бұл уақытта Бектай арақты қойған. Оқыс жағдайдан кейін өз істегеніне өкініп, Зәуреден кешірім сұрап, енді ішпеймін деп уәде берді. Сол сөзінде тұрып, аузына арақты алмай жүрді. Қызынан айырылу Зәуреге қатты қиынға соққан. Олсыз өмір сүре алмайтындай болды. Сондықтан екінші баласын көтеріп алданыш іздеді. Сол кезде ішіндегі балаға 8 айлық еді. Бектай екеуі жақсы өмір сүріп жатты. Ішпесе тіпті тиіспейтін. Сол күні көрші келіншек құдайы тамақ беретін болды. Бүкіл ауылдың келіншектері барып көмектесті. Іші домаланып жүрсе де, Зәуре бауырсақ пісіріп, дастархан жасап жүрді. Барлығын дайындап болған соң, Зәуре Бектайды ертіп келейін деп үйіне кетті. Қазір келемін деген Зәуре сол кеткеннен ұзақ уақытқа кетті. Бір уақытта ауылдың бір баласы жүгіріп, құран болып жатқан жерге Медбикені іздеп келді. Барлығы енді дастарханға жайғасып жатқаны сол. Не болып қалды деп, балаға қарап таңырқап тұр. Анда Зәуре жеңгей ауырып қалды дейді. Жанашыр, көрші құрбылары жүгіріп сонда барды. Ішке кіргеннен үйдің бәрі қанға малынған. Жерде бүк түсіп Зәуре жатыр. Бір бұрышта мас күйінде Бектай отыр. Қорқып кеткен Медбике жүгіріп Зәуренің қасына барды. Жоқ, тірі екен. Бірақ астынан қан сауғалап жатыр. Көмектесіңдер деген Медбике Зәурені тезірек жедел жәрдемге жатқызып, аудан орталығына барды. Бірақ бәрі кеш. Бұл баласынан да 8 айында айырылып қалды. Баласынан ғана емес, ана болу бақытынан айырылды. Бүкіл өмірі тоқтап қалғандай сезімде болды. Ішінен тынып, жанын жегідей жеп барады. Амал жоқ, тірі адам, кеудесінде жүрегі соғып тұрған соң, сүйретіліп болса да алға жылжи берді. Бірақ сол соққыдан кейін Бектаймен тұра алмайтынын, мүлдем көргісі келмейтінін білді. Ауруханадан кейін үйіне сол күйі оралмады. Бөлек кетті. Уақыт сырғып өте берді. Не қасында бала жоқ, не басқа жақыны жоқ, кім үшін өмір сүріп жатқанын білмеді. Аудан орталығына келіп жұмысқа тұрды. Онда да дым қызығы жоқ. Тек алданыш үшін істеп жүрді. Жұмыс пен үйдің ортасында жүре берді. Жұмыста қызметтестермен көңілі кішкене ауланып, үйге келсе қайтадан қараңғылық басатын. Соңғы кезде жалғыз өзі үйден де қорқатын. Тіпті жұмыстан қайтпай сонда отыра бергісі келетін. Ойын неше түрлі ой мазалайтын. Жалғыз қалып кететін сияқты болып тұратын. Әбден ойын үрей басқан Зәуре бұл жолы еш ойланбастан жасы өзінен едәуір үлкен кісіге тұрмысқа шықты. Ол кісінің барлық баласы аяқтанып кеткен. Тек өзі ғана тұратын. Екеуі де жалғыздықтан шаршаған адамдар. Бір-біріне демеу болуды ғана ойлады. Бірақ бұл неке де оңай болмады. Тиген жолдасының балалары тыныштық бермеді. Үлкен кісіге не үшін тұрмысқа шықтың? Алдап дүние мүлкін алуды көздедің дейтін. Әбден өмірден шаршаған Зәуре бәріне шыдап жүре берді. Соңғы кезде ойына өзінің өмірі көп келе беретін. Жатса да, тұрса да көз алдынан бүкіл өмірі өте шығатын. Көрген өмірі тек қорлықпен өткен екен. Өзінің қашан бақытты өмір сүргенін ұмытып қалғандай. Соңғы кезде түсінде кішкентай қызының шықылықтап күлгені. Одан әлі босанбаған баласының бейнесі кіре беретін. Күндегі қайталанатын осы бір түс. Балаларын ұстағысы, құшақтағысы келеді. Бірақ ұстайын деп жатқанда оянып кетеді. Түсі екенін білгенде өкіріп жылайтын болды. Ес білмей,
еш түс көрмей демалғысы келетін. Сондықтан анда-санда арақтан алып қоятын. Өзі көтере алмайтын. Кішкене ішсе мас болып, өзінің сүйікті әнін шырқап, рахаттанатын. Өзін бір құдды әншімін деп ойлайтын. Ішкілікке салынып жүргеніне де біраз болды. Ішсе ғана жаны жай табатындай. Міне бүгінде ішіп алып үй жағына келе жатты. Аяғын санап, үйіне аяғы тартпай өзін әрең сүйреп келе жатқандай. Өмір сүруге еш құлқы жоқ. Бәрінен шаршаған. Біресе ән айтып, біресе жылап келе жатыр. Өзінің өміріне көңілі толмай, бұлай күй кешемін деп, өзінің басынан осындай жағдай болады деп мүлде ойламаған. Осындай қорлық көргеніне іштей налып келе жатты. Өксігін баса алмай, ішінде жатқан мұңды шығара алмай айқайлап жіберді. Сол кезде басы айналып, көзі қарауытып, оңбай арыққа құлап кетті. Басы дәу тасқа тиіп, сол күйі тұрмады. Өмірі өкінішке толы Зәуре мәңгілік сапарға аттанып кетті. Мына азапты өмірмен қош айтысты. Ал Бектай қазір сол өзінің ауылында, ағасының қолында тұрады. Тоз-тозы шығып, адам танымастай өзгеріп кеткен. Зәуреден кейін отбасын құрмады. Ішкілікке түбегейлі бет бұрып кетті. Өзінің еңбекпен салған үйін ағасы алып, үлкен ұлын отырғызып қойды. Ал Бектай ағасының жаман қорасын паналап жүр. Қуарақтың арты осындай жағдайға апарды. Мүмкін басына берген бақты уақытында бағалағанда өмірі басқа ағынмен кетермеді. Бірақ Бектай өзі осы жолды таңдап отыр. Итшелеп, бірде аш, бірде тоқ болып, біреудің қорасында өмір сүріп жатыр. Өмірінің соңына дейін Бектайға берілген жаза осы болар.